Белхайырнар 15-ші апта. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылғы 5 қыркүйектегі жолдауы. Әділ мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам. 2022 жылы 5 қыркүйекте Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын кезекті жолдауын жариялады. Бұл жолдауы елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси реформалық жығыстырудың жаңа бағыттары президенттің кезегі ұсталып, президенттің негізгі ұсталымы ол әділетті мемлекет құру, біртұтас ұлт ретінде халқының бірлігін нығайту және берекелі қоғам орнату. Жолдаудың негізгі бөлімдері мен басты аймақтары ол әділ мемлекет құру, президент мемлекетке басқару жүйесінің тізімін арттыру және халықтың сенімін күшейтуге арналған реформалар ұстанымы болған. Саяси жүйені жаңарту және жаңғырту ол мемлекетті билік тармақтарына мемлекеттік билік тармақтары арасында тепе-теңдікті дамыту болған. Президенттің негізгі ниеті және оның жығыстыру саяси қызметтерге ықыласына тыйым салу және әкімдер мен басқа да лауазымды тұлғалар қоғамға және ережелерге бағындыру және халық ретінде бір деңгейге апару. Және құқық үстемдері ол сот жүйесінің реформалары және судьялардың тәуелсіздігін басқару. Және құқық қорғау органдарының реформалары, құқық қорғау органдарының реформалары барлық азаматқа қауіпсіздік және теңсіздік әкелу керек. Коррупцияға қарсы бағыттарды күшейту және азаматтың қоғамдағы рөлі, азаматтың қоғам институттарының белсенділігін арттыру, мемлекет органдар мен қоғам орыс таңбаушыға диалогтарын көбейту. Біртұтас ұлт қалыптастыру, президенттің айтуынша ұлттың бірлігі мен тұрақтылығы елдің болашағын дамуына үлес қосады. Қазақстан халқының тарихи мәдениет мұрасын ұмытпау, ұлттарының және келісімдерді нығайту, ұлттардың және адамдардың бір-бірімен келісімдерін арттыру, тату-тәтті өмір сүріп жүргеніне үлес қосу. Мемлекеттің тілдің тәрбиесі ол қоғам тілін сақтау, қазақ тілін сақтау, біздің тарихи
тілді ұмытпау, мемлекеттік екі тілді де тең қарау, және де жастар мен болашақ ұрпақтардың болашағы, ол жастардың білім алуын, еңбек етуіне үлес қосу, оларға білім беруін және тағы басқа дамуына үлес қосу, және волонтерлық және қоғамдық жұмыстарды да арттыру.